Ат спорт әлемінде аттың асыл тұқымдылығы өте маңызды. Оны бағалаған кездегі негізгі критерияларының бірі. Әлемдегі ең қымбат жылқының бағасы ең танымал жарыс машинасынан асып түседі. Ат жарысы иесіне көп қаржылық дивидендтер әкеледі. Сондықтан осы спортпен шұғылданатындар айтарлықтай қаржы жұмсауға дайын. Біз бүгін ең қымбатқа сатылған 7 атпен таныстырамыз. 1970 жылы туылған таза ағылшын жүйрігі 6 миллион долларға бағаланды. Бұл тарихтағы ең жүйріктердің бірі. Ол 5 рет әлемдік рекордты жасады. Ал 1972 жылы жыл жылқысы атағы берілді. Кейінірек рекордты ұстаушы науқас болып шықты және 1989 жылы өлтірілді. жылы таза ағылшындық айғырды американдық аукциондардың бірінде 13,1 миллион долларға сатылды. Оның бұлай бағалануы бірнеше жарыстардың жүлдегері болған ата-анасы себеп. Оның әкесі 13 жарысқа қатысып, оның 11-інде жеңімпаз атанды және 2 рет екінші орынға ие болды. Дегенмен, оның ұрпағын мұндай үлкен даңқ күтпеді. 5 жарысқа қатысып, тек 2 рет жеңді. 1988 жылы ат жарысын тастап, үйір айғырына айналды. 2007 жылы өлді. Жылқы 2013 жылы Голландиялық олимпиада жүлдегері Ян Топсоға 15 миллион долларға сатылды. Бұған дейін жылқы шабандоз Джаника Спангермен жұппен өнер көрсеткен. Осы дуэт 4 жыл бойы көптеген жеңістерге жетті. Жасыл маймыл ат жарыс әлеміндегі ең сәтсіз саудалардың бірі. 2006 жылы бұл айғыр аукционға қойылды. Сауда-саттық алдында жасыл маймыл керемет жылдамдық көрсеткіштерін көрсетті. 200 метр қашықтықты ол 9,2 секундта өтті. Оған 16 миллион долларды аямай Пулмар ат зауыты сатып алды. Бірақ ол тек 3 рет жарысқа қатысып, біреуінде ғана 3-ші орын алды. Ол өз бағасын ақтамады. Қысқа ғана мансабында 10 миллион доллар пайда әкелді. Анни Хелейтер әлемдегі ең қымбат жылқылар рейтингінде құрметті 3-ші орында. Айғыр 1989 жылы 19,2 миллион ақш долларына сатылды. Ол жарыстарда керемет жылдамдықты ұстады және сыртқы келбетінде де керемет еді. Бұл жұлдызды ат 2011 жылы Германияда 21 миллион долларға сатылды. Бұрын голландиялық ат шабандозы Эдвард Гелмен бірге көптеген әлемдік рекордтарды орнатқан. Бірақ 2012 жылы Лондондағы олимпиада ойындарында ең қымбат ат шабандоз Александр Радпен бірге сәтсіздік күтіп тұрды. Жылқы қарапайым трюктарды орындамай жарақат алды. Америка құрама штаттарынан келген Беші Шариф әлемдегі ең қымбат жылқы. Таза ағылшындық 1983 жылы 40 миллион долларға сатылған болатын. Ата-анасы ұлттық ат жарыс додаларының жеңімпаздары болды. Сондықтан Әл-Мактум Шейх Хадман бұл атқа ақшаны аямады. Және ол қателеспеді. Бірнеше рет жарыстардың жеңімпазы атанды. Ат спортының жанкүйерлерінің жүректерін бағындырды. Беші Шарифтің бағасының рекордты әлі күнге дейін бұзылмады. Беші үйір айғыры ретінде жақсы ұрпақ таратты және оның иесіне көп ақша келді.